Баршаңызға сәлем, менің алтын оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге баклажанды клярда қуырып көрсететін боламын. Өте дәмді және де дастарханыңыздың көркін ашатын ролл баклажандарын менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоны мұқият соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тазалап жуылған баклажанымызды осындай ұзынша бөліктерге бөліп аламыз. Екі жақ шетіндегі қатты бөліктерін алып тастаймыз. Ортаңғы бөлігін дәл осылай бірдей формада кесіп турап аламыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Мінекей барлығын кесіп турап алдық. Артық бөлігін осылай алып тастаймыз. Енді кляр дайындаймыз. Бізге бір дана жұмыртқа, кішкене тұз және де 100 грамм сүт құямыз. Барлығын араластырып, және де осы клярымыз қоюланғанша ұн қосамыз. Ұнды мен 80 грамм қостым. Біздің клярымыз қатты қою және де қатты сұйық болмау керек. Орташа қалыпта құймаққа пісірген секілді құймақтың қамырындай болуы керек. Егер де сіздер қатты сұйық қылдырып жіберсеңіздер, онда клярларыңыз ағып кетеді. Ал егер қою болып кететін болса, онда жағылуы қиын болады. Міне осындай сұйық қалпында болуы керек. Қатты қою емес, қатты сұйық та емес, орташа қалыпта. Енді баклажандарымызды ең алдымен ұнға аунатып аламыз. Ұнға осылай жақсылап аударып алыңыздар. Баклажандарыңызға алдын ала тұз сеуіп қоясыздар. Клярға аунатамыз. Клярға дәл осылай аунатып, артық қамырды осылай сығып аласыздар да, оны панировочный сухариге аунатасыздар. Достар, сонымен қоса менің каналымда түрлі тәтті тағамдардың рецептері бар. Егер де сіздер кіріп қарап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде кіріп қарап көріңіздер. Өте оңай, жеңіл жолмен дайындалатын және де бір жасағаннан шығатын рецепттермен бөлісіп отырамын. Сондықтан міндетті түрде каналды жоғалтып алмас үшін қазірден каналға тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің жүктеген видеоларым сіздерге хабарлама ретінде барып тұратын болады. Осылай панировочный сухариге әр аунатқан сайын қолымызды тазалап сүлгіге сүртіп отырамыз, себебі қолымызға жабысқақ болып қалады. Мен қолданған панировочный сухари осындай, панко деп аталады, барлық дүкендерден табылады. Және де өте арзан болады. Осы упаковкасы маған 1000 теңгеге шықты, салмағы 1,5 килограммдай. Алдын ала қызып тұрған майда жақсылап екі жағын аунатып қуырып аламыз. Және де менің алтын оқырмандарым, менен алдағы уақытта қандай видео рецепттер күтесіздер, міндетті түрде комментарий бөліміне жазып қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде сол рецептпен сіздермен бөлісетін боламын. Майда осылай жақсылап қуырып алғаннан кейін құрғақ сүлгіге осылай майын сорғытып аламыз. Баклажанды дәл осылай қуырып көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де бұл баклажандарды алдын ала осылай пісіріп, морозилкаға қатырып қойсаңыздар да болады. Егер де морозилкаға қатыратын болсаңыздар, онда аузы жақсы жабылатын салафанға салып қатырасыздар, себебі баклажан морозильниктегі артық иістерді өзіне қатты сіңіреді. Сондықтан міндетті түрде, егер де жай салафанға қаптайтын болсаңыздар, онда аузын жақсылап скотчтап бекітіп, содан кейін морозилкаға қатыра берсеңіздер болады. Қонақ келгенде дастарханыңызға сәндеп қоя қоясыз. Мінекей біз барлық баклажандарымызды пісіріп алдық. Дәл осы қалпында суығаннан кейін морозилкаға, салафанға салып қатырып қойсаңыздар да болады. Енді біз салмасын дайындаймыз. Мен салмасына творожный сыр алдым және де осылай укроппен араластырдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша майонезді чеснокпен араластырып қоссаңыздар да болады, немесе қаймақты чеснокпен араластырып қоссаңыздар да болады. Мен осылай творожный сырмен жасадым, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де ортасына қызанақпен салат жапырағын пайдаланамын. Ең алдымен осылай баклажанымызды жақсы әдемі қуырылған бетін астыңғы бөлігіне қаратып, үстіне творожный сырымызды салып, оның ортасына начинкамызды салып ораймыз. Ал достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда осы қазақша контентті каналдың өсуіне, дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, және де жақын достарыңызбен, таныстарыңызбен видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Әрине сіздерге каналға тіркелу оп-оңай, ал мен үшін ол өте маңызды. Сондықтан басқа да адамдардың осы видеоны көруіне өз үлесіңізді қосып, каналға
тіркеліп лүпіл басып және де комментарий бөліміне өз ойыңызды жазып қалдыра кетіңіздер. Мінекей мен барлық баклажандарымды осылай орап алдым. Мен де баклажанның көлемі үлкен болып кеткеннен кейін осылай ортасынан бөліп қойдым. Баршаңызға рахмет, ас болсын.